Мыңдаған жылдар бойы адамдар көптеген қалалар салып, оны дамыту үстінде болды. Археологтар сол көне дәуірдегі салынған қалалардан көптеген жәдігерлер тапты. Біз бұл қалалардың нақты жасын толық білмесек те, табылған дәлелдер арқылы адамдардың осы қалалардың кейбіріне қашан қоныстанғанын анықтай аламыз. Сәлем достар, бүгін біз сіздерге әлемдегі ең көне 10 қала туралы ақпаратпен бөлісетін боламыз. Кейбір ғалымдар Дамаскіні әлемдегі ең ежелгі қала деп атайды. Олар бұл қалада адамдар алғаш біздің заманымызға дейінгі 10 жылдарда қоныстанған дейді. Бірақ бұл ақпарат дәлелсіз айтылған. Алайда археологтар қазба жұмыстары арқылы адамдардың алғаш бұл аймаққа біздің заманымызға дейінгі 8000 жылдар аралығында мекендегенін анықтады. Біздің дәуірімізге дейінгі 1 ғасырда арамейліктер Дамаскке келгеннен кейін қала маңызды елді мекенге айналды. Арамейліктер қаланы қазіргі заманғы су желілерінің негізін қалайтын арналар желісін құрды. Бұл қала кейін Александр Македонский, сондай-ақ римдіктер, арабтар мен османдықтар басқарды. Оны жерорта теңізінен тыс жерде 3 түрлі континенттің қиылысында орналасуы оның келген және кеткен осы өркениеттер үшін маңызды қала болғандығын білдіреді. Омайят мешіті біздің заманымыздың 705-715 жылдар аралығында салынған әлемдегі ең көне мешіттің бірі осы қалада орналасқан. Дамаск 2008 жылы араб мәдениетінің астанасы деп жарияланды. Бейрут қаласы бүгінде Ливан мемлекетінің астанасы. Қаланың алғашқы тұрғындары біздің заманымыздан бұрынғы 3000 жылдар шамасында қоныстанған. Яғни, оның тарихы шамамен 5000 жыл бұрын басталған. Бейрут әртүрлі тарихқа куә болды. Қазба жұмыстары нәтижесінде қаладан финикиялық, эллинистік, римдік, османлық және арабтық құрылыс қалдықтары табылды. Бұл қала туралы біздің дәуірімізге дейінгі 1400 жылы Египет билеушілері жазған хаттарында да айтылған. Бейрут сонымен қатар Рим империясының ең көрнекті заң мектебінің орналасқан жері болды. Бірақ біздің дәуіріміздің 551 жылы жер сілкінісі оны толықтай қиратты. Рей қаласы Иран астанасы Тегеранға жақын аймақта орналасқан. Рей деп аталатын бұл қалада алғаш адамдар шамамен 8000 жыл бұрын қоныстана бастаған. Бұл қаладан 5000 жыл бұрын өмір сүрген адамдардың орындары табылған. Рей қаласында бірнеше тарихи ескерткіштер орналасқан, ал туристер 5000 жылдық Чешме Хали шоқысы мен 3000 жылдық Гибри қамалын тамашалай алады. Зороастрлықтар үшін қала қасиетті болды. Қала ұзақ жылдар бойы көп басқыншылық соғыстардан аман-есен шыдап келген. Оны 641 жылы мұсылман арабтар жаулап алды. Одан кейін 1220 жылы моңғолдар басып алып қалаға көп зақым келтірген. Фива қаласын адамдар біздің дәуірімізге дейінгі 3200 жылдан бері мекендеп келеді. Мысырдағы бұл қала шағын сауда орны ретінде басталып, ежелгі Египеттің ең бай қалаларының біріне айналған. Көптеген ескі құрылыстардың қирандылары әлі күнге дейін сақталған. Бұл қаланы тарихта бірнеше маңызды тұлғалар басқарған. Ежелгі Фива қаласының қирандылары 1979 жылы ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар тізіміне енді. Газиантеп, қысқаша Антеп деп аталатын бұл қала Түркияның оңтүстігінде, яғни Сириямен шекаралас жақын жерде орналасқан. Бұл қала әлемдегі ең ежелгі қалалардың бірі. Оның алғашқы тұрғындары біздің заманымызға дейінгі 3650 жылы осы аймаққа қоныстанған. Біздің заманымызға дейінгі 1600-1179 жылдар аралығында қазіргі Түркия, Сирия және Ливанда билік құрған хеттерден бастау алатын соншама ұзақ тарихы бар Газиантеп қаласынан көптеген тарихи орындарды көре аласыздар. Туристер 6 ғасырда византиялықтар қалпына келтірген Газиантеп бекінісі мен Равандағы цительдерін тамашалай алады. Бұл қаладан римдік мозаика да табылған. Сонымен қатар ол әлемдегі ең үлкен мозаика болып саналады. Суса қаласы біздің заманымызға дейінгі 7000 жылдар шамасында кішігірім елді мекен ретінде басталып, біздің заманымызға дейінгі 4200 жылдар шамасында қалалық орталыққа айналған. Суса қаласы Иранда орналасқан. Бұл қала сауда жолдарының бойында орналасуына байланысты маңызды қала болды. Суса Загрос тауларының түбі мен Тигр өзендерінің шығысында орналасқан. Бұл қала алғашында Илам мемлекетінің астанасы болған. Кейін оны ассириялықтар басып алды. Александр Македонский үйлену тойын біздің дәуірімізге дейінгі 324 жылы осы Суса қаласында жасаған. Сол заманда Александр Македонский грек пен парсыларды біріктіру мақсатында 10.000 македондықтар мен парсыларды осы қалада үйлендірген. Суса қаласы өзінің тарихы мен мәдениетінің маңыздылығына байланысты ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұрасы болып табылады. Бүгінгі күні қаланың көп бөлігін археологтар әлі зерттемеген. Афина Грекияның астанасы және оның ең үлкен қаласы. Ол батыс өркениеті мен демократияның отаны ретінде белгілі.
Адамдар Афина қаласын шамамен 7000 жыл мекен етіп келеді. Адамзаттың бұл жерге алғаш қоныстануы біздің заманымызға дейінгі 11000 жыл мен 7000 жыл аралығында басталған. Афина қаласы ұлы грек ойшылы Сократ, Аристотель, Гиппократтың мекені болған. Афина атауы ежелгі мифологияға сәйкес Афин Богинас есімді адамның атымен аталған. Ол адам қалаға ежелгі Грекияның символы болған зәйтүн ағашын сыйлаған деген аңыз бар. Қазіргі таңда Афинаның 3 миллионнан астам тұрғыны бар. Туристер бұл қаладан ежелгі Грек, Рим, Византия және Осман дәуірлерінен қалған жәдігерлерді көре алады. Бибулус қаласын қазіргі кезде Джабил деп те атайды. Бибулус қаласы Ливандағы Бейрут қаласынан 40 км жерде орналасқан және қаланы адамдар 70 жылдан астам уақыт бойы тұрақты мекен етіп келеді. Археологиялық қазбалар адамдардың қаланы неолит дәуірінде, яғни біздің заманымызға дейінгі 8800 жыл мен 7000 жылдар аралығында иемденгенін анықтады. Біздің дәуірімізге дейінгі 4000 жылдықта адамдар бұл жерге кең қоныстанып дамып, 1000 жылдан кейін ол гүлденген қалаға айналған. Бибулустың Египетпен сауда қатынасы және жерорта теңізі жағалауында орналасуы оны маңызды сауда орталығына айналдырды. Қала 1984 жылы ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұрасына айналды және ол қазіргі еврей тілінің атасы болып табылатын финикия алфавитінің дамуына маңызды орын болды. Аргос әлемдегі ең көне қалалардың бірі болып саналады және біздің дәуірімізге дейінгі 5000 жылдан бері үздіксіз өмір сүріп келеді. Ол Грецияның Пелопоннес түбегіндегі екі төбенің арасында орналасқан. Аргос есімі көне грек аңыздары Зевс пен Иованың ұлы Аргунаның есімінен шыққан. Грек мифологиясы бойынша ол қаланың патшасы болған. Ол сондай-ақ Диометтің басшылығымен Трояндық соғыста қатысқан көптеген жауынгерлердің туған жері болып саналады. Аргос соңғы қола дәуірінде, яғни біздің заманымызға дейінгі 1700 бен 1100 жылдар аралығында Балқан түбегіндегі маңызды мекендердің бірі болған және осы түбекте спарталықтар күшейгенге дейін үстемдік еткен. Қаланың тарихи жазбалары оны Грек империясының мәдени орталығы ретінде және Спарта мен Парос бірге музыкалық жарыстар өткізген алғашқы қалалардың бірі ретінде сипаттайды. Бұл қаланы гректерден кейін Рим империясы басқарды. 396 жылы немістің Вескот тайпасы қаланы толықтай қиратқан. Бүгінде бұл грек қалашығына келушілер көптеген қызықты қирандылар табады. Атап айтқанда грек құралдары мен Рим моншақтарын табуда. Ерихон қаласы таяу шығыстың батысында орналасқан. Бұл қаланың нақты құрылған жылы белгісіз болғанымен, Ерихон әлемдегі ең ежелгі қала болып саналады. Ерихон біздің дәуірімізге дейінгі 10 000 жылы натуфиялық аңшылардың жиналатын орталық ретінде басталған. Бірақ жалғасқан қазба жұмыстары нәтижесінде адамдар бұл жерде біздің заманымыздан бұрынғы 9600 жылға дейін тұрақты қоныстана бастаған жоқ. Археологтар 8000 жыл бұрын салынған мұнара мен тас қабырғаларының қалдықтарын тапты. Бұл адамзат тарихындағы ең алғашқы қорғаныс қабырғасы болғанын анықтады. Сарапшылар бұл қабырға су тасқынынан қорғану үшін қолданылған деп санайды. Ал мұнараны қаланы бақылау үшін салған болуы мүмкін дейді. Археологтар Ерихондағы 20 түрлі елді мекендерінің орнын тапты. Ал қала бірнеше рет қирап қайта салынған. Біздің заманымыздан бұрынғы 6000 жылдан 5000 жылға дейін адамдар бұл қаланы мүлдем тастап кеткен. Ал ол жерден шамамен 1000 жылдан кейін бұл жерде тұрғын үй сирек болған. Біздің заманымызға дейінгі 4-ші мыңжылдықта қазіргі Сирияның батыс бөлігінде қалалық қоныстар кеңінен таралды. Көптеген діни кітаптарда бұл қала туралы көп ақпараттар айтылған. Солардың бірі Иордан өзенінен өткен еврейлердің шабуыл жасаған алғашқы қаласы болғандығы айтылған. Қаланы орта ғасырларда арабтар, одан кейін Осман империясы басқарды. 20 ғасырдың басында қала британдықтардың қолына өтті. Бүгінгі күні Ерихон қаласы Палестинаның батыс жағалауында орналасқан. Достар, егер менің осы видеом ұнаған болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сержан ТВ арнасы.